Толстой рас айтады. Ең қолайлы жас 13 пен 15-тің арасы. Не үшін өмір сүресің деген сұрақты алғаш осы жастағы балаларға қойдым, және бірінші рет оның жауабын бірге табуға шынымен талпынатын табанды жастарға тап болдым. Өмірге ғашық болудың сырын сан сақтан жан-жақтан іздеп жүрген шығарсыз. Ал оның өзіңізде екенін біліп пе едіңіз? Санжар Керімбайдың қалың оқырманға тарап кеткен кітабы соны меңзейді. Автордың өзімен сұхбат құрмас бұрын әлеуметтік желідегі пікірлерге шолу жасап алайық. Бұл кітапты оқымаған адамның жарты ғұмыры заяда кетеді. Өз басым 4 сағаттың ішінде оқып алғам. Мен бір түнде бітіріп тастадым. Ұйқымды ойламақ түгілі соңғы беттеріне келіп, бітіп қалғанына өкіндім. Тәтті асқа тоймай қалған баладай боп. Ғашық болуды оқып бітірдім. Рухани біраз дүниені игерсем де, бойымдағы мендігім басып тұр. Енді осы қотырғылықпен күресім басталады. Санжар аға, енді ешқандай әсірелеу жоқ. Мына кітапты оқып болғаннан кейін кәдімгідей менің миымда бір оятқыш тұрған сияқты болды. Кез келген нәрседе алдымда таңдау тұрса, жақсылық жасауды таңдаймын. Осы кітапты жазарда сондай бір миссия болған сияқты, я өзіңізде де. Жастардың санасына сондай дүниені сіңірейін деген. Жоспарсыз күтпеген жерден сартып шыға келген нәрсе өміршең болатын әдеті бар өзінің. 2017 жылы логотерапия немесе өмірге құштарлық деген академиялық еңбек бір аударылып шықты ғой. Бірақ соның өзі біраз адамдарға ауырлық келді. Енді бұрын оқырмандар бұндай ауыр терминологиямен жазылған психологиялық кітаптарды қазақ тілінде оқымаған. Бұл басында өз соларды түсіндіру үшін бұл Фейсбукқа жазылған басында. Сосын сұраныс келіп тұрғаннан кейін жақсы мақұл дейміз дағы, соның ішінде күрделі құбылыстар, терминдер түсіндіру үшін өмірдегі болған оқиғалармен ұстайсың оны. Баламның досы бағана сыныпта тыңдап отырған қазақша жырлар мен күйлеріңді бере тұрш, тыңдайын депті. Баламның неге сол кезде сұрамадың, неге қайтқан кезде тыңдағың келе қалды деген сұрағына жолдасы домбыра тыңдасам басқалар атысталы деп күлет депті. Міне, Франклдың айтып отырған тіршілік вакуумы осыдан кеп шығады. Жастарға түсінікті сосын. Оны біздің мектеп оқытпайды, университет оқытпайды. Керісінше бізде программаның өзі НТ болады, ойбай ананы оқы, мынаны оқы дегенде, біз өмірдегі осы мәселелер қарастырылмайды ғой. Сондықтан оған бір жауап беру керек та. Жібек құрт пен жауын құрттың аңыз сияқты ғой. Бізге адамдарға қызмет ету ұнап қалды, қалайықша жерде деп айтады ғой аңыздың түйінінде. Дәл сол сияқты адам өзінің бір адамға пайдалы болу, бір адамға жақсылық жасау арқылы өзінің шынымен де мен өмірде босқа келген жоқ екенмін, өмірде босқа өмір сүріп жүрген жоқ екенмін деген ойға келеді, шешімге келеді. Әйел адамдарға керек кеңес айтылған. Мен өзіме түртіп алдым, ер адамның жақсылық жасауына кедергі келтірмеу туралы. Кейбір жігіттер жас кезінен сонда жақсылық жасауына ләззат алып, жора-жолдастар шақырса жетіп барып, соны жүгіріп жүреді. Экзистенция дейді ғой, экзистенция деген осындай мәнді мағыналы істің көзі құлағы қылтиған кезде соны қорықпай денесіне шығып, соны жұлып алып, соны мәнді игеру. Сондай мән игеретін науқанға шығатын кезінде көбіне мынау қараңғылау, надандау, ақыл толыспаған келіншектер еркегінің етегінен жабысады. Сенің ақ көңіл екенін біліп алған, үнемі біреу бірдеңе айтса болды, жүрегіңді ала жүгіресің. Олар тек қана сені пайдаланғанды біледі, керек кезінде іздейді деп. Мейлі керек кезінде ғана іздей берсін. Ең бастысы сені іздеп жатыр ма? Сен адам ретінде сыртқа шығуыңа мүмкіндік беріп тұр ма? Ол мүмкіндікті жібермеуің керексің. Сондықтан мына қартайған кезде өлім не үшін қорқынышты болады деген кезде әйелінің ызыңынан шаршап, қош осы тиіш болсын деп соның ығына жығылып, адамдарға жақсылық жасай алатын мүмкіндіктің бәрін жауып тастаған адамдарға өлім өте қорқынышты болып көрінетін себебі сол. Ал өзінің табиғатында өлім сондай қорқынышты емес, себебі адам өте қысқа уақыт өліп қалады. Онда ол өте қысқа уақыт өліп қалатын болса, онда неменеге соншама секілді қорқып жатсың деген кезде, мүлт кеткен мүмкіндіктердің бәрі сен негізі мынандай да бола алатын едің ғой, нағып бола алмай қалдың деп буындырады. Жаңа 40-тың дағдарысы деп айтып қалдым ғой, Саят мырза. 40-қа толған кісілерден сұрау керек ғой мен. Енді 40-қа толмасам да мен айналамнан көрдім кітапта жазылған дүниені. Сіз өте дұрыс айтасыз. Ол Карл Густав Юнгтың айтып отқан 40-ы бар ма? Ол 60-50 жылдарда 40, қазір ол 25-ке түсіп кеткен. Сондықтан сұрақ сізге. Ер адамдардың болдым толдым деп өз-өзін таппай, әрі қарай не істерін білмей қалатын уақыты бар ғой. Жалпы ана бала кездегі тәрбиедегі мәселе да. Ата-анасы балаға кітапта да айтылады ғой, өзіне бланк беріп қояды. Так, сен үлкен бастық боласың, машинаң болады, шек қойып қояды. Болды, бала машина алады, үй алады, семья алады, болды, тоқтат. Баланы
сол кезде программалап тастаған ғой дүниені бір күнде ақ тауып алуға болады. Ол тапқаннан кейін не істейміз әрі қарай не болады? Шыдай алмай, Виктор Франкл емессіз бе деп дауыстап жібердім. Иә, Шанжархан, Франкл атаң болам айналайын деді. Міне қызық, қазақша сөйлеп отыр. Қуанып кеттім. Ана тілі неміс қой оның. Мен немісше білмеймін. Мұндай жақсы болар ма? Шынымен кірді ме түсіңізге, Виктор Франкл? Сұрағында жауабында өзіңіз бере алғаныңыз қызық болды маған. Ұйықтағаным шын дейсіз ғой. Ұйықтағаным шын енді, бірақ енді ар жақ құпия деп айтады дейді. Адамдардың көкірегіндегі қойылып жатқан сұрақтар, оған берілетін жауаптардың бәрі ана академиялық форматқа түссе, адамдар жалықтырып жібере береді қайта-қайта. Сосын оны мынандай жаңағыдай қызықтыратын форматтарға түсіреді дағыны, өзінің көкірегіндегі сұрақты қойып отырады да, оған ар жақтан ғалым жауап беріп отырған қылады. Айнұрхан, күн шығарып жүрмейсіз бе? Өткенде бір әйел келді жұмысыма. Кітаптар алым керек еді, бірақ ақшам жоқ еді деген сияқты әңгімелерін айтты да. 2-3 күннен кейін жол апатына түсіпті, жаңа келіншек. Кеше хабарласты, өмірге ғашық болу мені қайтадан өмірге алып келгендей болды. Енді мен басқа адам болып ояндым дейді ғой. Тіліме бірінші түскен осы кітап болды дейді. Білімнің де жанға шипа болатын кезі аз емес қой жалпы. Өте көп. Оқырманға не дейміз? Өмірге ғашық болуды оқыңыз, бірге талқылайық дейміз. Бұл жерде автордың психология, философия, әдебиеттен бөлек музыкадан да хабары бар екенін білесіз. Ол жерін интрига ретінде қалдырайық. Келесі кездескенше.